Мынау көпшілікте туындайды ғой. Сұрақтар туындап жатады, көптеп сұрап жатады. Қораны немен дәрілесек болады? Арасының бәрін жәндегі түрлі насекомдар, түрлі паразиттер жаулап кетті деп. Ол мал тұрған қорада міндетті түрде мынандай қуыстардың барлығында, мынандай ағаштардың діңгектерінде барлығында болады. Неше түрлі паразиттер болады өлмеген. Астаулардың жан-жақтарында қыстық қорада болады міндетті түрде. Сол себепті біз жәнде бірінші индийский краолинмен дәрілеп шықтық полный. Осы қораның бәріне, жан-жағын бәріне септік. Енді қуыстардағыны өлтіру үшін мынандай дымовая чашка бар. Яғни мына серная дымовая чашка деген бар. Осымен дәрілеп шығамыз. Яғни бұмен қалай дәрілейміз? Бұл дымовая чашканы мына ішіндегісі осылайынан темір ыдысқа салып қоямыз. Сөйтеміз да тұтатамыз. Мына өзі бықсып қуыс-қуыстардағы барлық паразиттерді өлтіретін болады. Мына осындай дымовая чашка. Осын тұтатып қойсақ, өзі бықсып, бүкіл қуыстардың барлығына, қораның жан-жақтарындағы бүкіл паразиттерді, ұрықтарын, жұмыртқаларын бәрін өлтіріп шығатын болады. Мына есік терезелердің бәрін қымтап жауамыз да, осыны түтетіп кетеміз. Мен қазір мына екеуін тұтатып жатырмын. Қораның екі бұрышына қоямын. Мына. Осыны қолдансаңыздар өте жақсы эффект береді. Мына көпшілік краолинге неген өлмей қалған паразиттер барлығы өлетін болады осы дымовая чашкадан. Мына осылайынан мына жібін жағып жесек. Осы арқылы өзі түтеп, жайлап, бықсып, өзі бүкіл қуыс-қуыстардың барлығына өзі тарайтын болады. Содан бүкіл паразиттер қырылып қалады. Бірақ есік терезелердің бәрін қымтап жабуды ұмытпаңыздар. Көрсеңіздер, қазір өзі жайлап тұтанады. Мына, уже жаны уже тұтанды. Мына жаны да өзі жайлап жанып жатыр. Осының иісінен ақ өздері қырылып қалады. Мына серная чашка деп айтылады. Бұны теплицаларға, соларға пайдаланады. Бүкіл жемістің, паразиттердің, түрлі зиянкестердің барлығын жою үшін. Мына жақтары көрдіңіздер ме, уже көкшілденіп уже тұтанды. Содан өзі өлетін болады. Каналға тіркеле кетіңіздер. Пайдалы ақпараттарды молынан бөлісетін боламыз. Мынау қазір уже басталды. Қазір видеода көрініп жатқан жоқ шығар, бірақ жайлап түтін шығуда.